Қайырлы күн, қайырлы кеш достар. Бүгін сіздермен қозғайын деп отқан тақырыбым 42.500 теңге немесе 21.250 теңге ала алмай қалсаңыз, тік уайымдамаңыз. Ең бастысы, бізбен бірге болыңыздар. Компьютердің ең пайдалы ақпараттарын бірінші болып біліп отырыңыздар. Біз тақырыптарды ауқымды, қазіргі заманға керекті заманауи тақырыптарды әрқашан қозғайтын боламыз. Егер компьютерді жақсы меңгеріп алсаңыз, қазір білесіздер, 21 ғасыр IT заманы. IT заманының талабына байланысты көп нәрселерді біліп жүрсеңіз, алғашқы жұмысқа тұрсаңыз да, немесе істеп жүрген жұмысыңызда осындай маңызды ақпараттарды біліп алсаңыз, еш ақша төлемей өзіңізге жақсы. Немесе бір саланы бастап жатсаңыз, сізге бастауыңызға біздің бәлкім осындай видеолар көмегі тиіп қалар. Сол себептен каналымызға жазылып, қоңыраушаны басып, ойыңыз болса, пікірлеріңіз болса, комментке қалдырып кетіңіздер. Комменттерді қолдан келгенше шама шарқымызға байланысты жауап беруге тырысам. Ал қозғайын деген тақырыбым осы. Бүгінгі көрсетейін деген тақырыбым ең маңызды тақырыптардың бірі компьютердің конфигурациясы дейді. Компьютердің сіз компьютер сатып алған кезде қалай алданып қалмау керек, немесе біреу сізге сұрақ қойса, компьютеріңіздің конфигурациясы, құрылымы қандай десе, соған қалай жауап береміз, қай жерден қарау керек, соны көрсетейін дегенмін. Ал ендеше кеттік, дайын болсаңыздар. Бұл жерде ең бірінші мой компьютер деген бар. Кез келген Windows'та соның свойствосына кірсеңіздер, осы жерде өздеріңіздің компьютерларыңыздың қандай операциялық жүйе орнатылып тұр, қай компанияның қандай процессор, қандай память дейді, установленная память азу дейді ғой, соны сол туралы білгіңіз келсе, осы жерде барлық толық мәліметтер жазылады. Бұл жерде енді барлығы толық емес, бірақ керекті нәрселердің, маңызды нәрселердің бәрін көруге болады. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, процессор қандай сізде тұр, Core i5 ма, Core i7 ма, қанша гигагерцте частота, соның барлығын қарай аласыздар. Мысалға менде Intel Core i5 2300 жылдамдықта 2800 гигагерц частотада осындай конфигурацияда процессор орнатылған, установленный память 8 гигабайт дейді. 32 разрядтық операциялық жүйе, төбесінде жазылып тұр Windows 7 профессиональная деп версиясы. И компьютеріңіздің аты, қандай группа, активация жасалған ба, жасалмаған ба, сол туралы осы жерден ақпаратты толық ала аласыздар. Бұны не үшін көрсетіп жатырмын? Мысалға сіз компьютер алған кезде сізге айтады, мынандай Core i3 азу мынандай, видеокартасы мынандай, операциялық жүйе мынандай бар. Бұл алсаңыз немесе магазин алсаңыз, соның жазған, көрсетіп қойған конфигурациясымен сіз өзіңіз қалай тексересіз. Осыны тексеру үшін факт бойынша сізді алдап тұрған жоқ па, сізге ол жерде басқа нәрсе жазылуы мүмкін, сіз қараған кезде басқа нәрсе болуы мүмкін. Осы нәрселерді ескеріп, осыны міндетті түрде біліп алғаныңыз дұрыс. Осы жерде процессорды біле аласыз, азуды біле аласыз, ең маңызды, және операциялық жүйе бар ма, жоқ па, қандай тұр, сол нәрсені осы жерден біле аласыздар. Екінші көрсетейін деген нәрсе, пуск стандартный ішінде выполнить деген бар. Міне, осыны ашасыздар, немесе Windows R деген ыстық клавишаны бассаңыздар, осындай выполнить командасы ашылады. Осы жерге біз жазамыз DXDAP деген ағылшынша нені жазсаңыздар, осындай
средства диагностики DirectX дегенге кіресіздер. Осы жерде толығырақ ақпаратты білсеңіздер болады. Компьютеріңіздің нақты қандай конфигурация тұрғаны құрылымы. Мына жерде модель компьютері деген System Product Name, сізде қандай материнский плата орнатылып тұр. Міне сол туралы білесіздер. Бұл өте маңызды нәрсе. Егер сіз алғаш рет компьютер алған кезде оның драйвері болмайды, сол драйверді интернеттен жеке-жеке видеокартаға немесе желіге, компьютерлік желіде сетевой окружение, компьютерлік жеге Wi-Fi-ға, например, орнату үшін сіз кез келген драйверді орната алмайсыз. Өзіңіздің материнский аналық тақтақшаңызға байланысты соған арнап драйвер көшіріп аласыз. Мысалға, System Product Name деймді, Audio Driver Download, Audio Driver скачать деп жазсаңыздар, нақты өзіңіздің материнский платаңызға, соның аудиосына, соның сетевой картасына, желілік, сол сияқты материнский платаның модель компьютеріне байланысты көшіріп аласыздар. Бұл жерде де процессорды көруге болады, памятті көруге болады. Ең маңызды осы DirectX-те сізде видеокарта қандай орнатылып тұр, соны көруге болады. Мына жерде экранға кірсеңіздер, менде мысалға встроенный ма немесе дополнительный видеокарта қойылған ба, осы жерден толық қарауға болады. Менде мысалға Nvidia компаниясының GeForce GT 630 моделі орнатылған. Бұны тағы қай жерден көруге болады. Мой компьютердің управленияға кірсеңіздер, диспетчер устройство деген бар. Осы жерден де қандай драйверлер орнатылып тұр көруге болады. Мысалға нарда менде дополнительный видеокарта орнатылған. Көп жағдайда алғашқы Windows орнатылғанда сіздерде встроенный материнский платаның өзінің видеокартасы орнатылады. Ал дополнительный видеокартаны орнату үшін сіз әрине интернеттен немесе өзінің берген дискісін дисководқа салып орнатасыздар. Оны қалай білет? Міне көріп тұрсыздар, мына жерде сурет бойынша бірінші бізде материнский платаның өзінің видеокартасы, екі деген бізде дополнительный видеокартаның слоттары. Мына жерде көк слот немесе VGA слот немесе мынандай ақ слот болады. Енді бір ескертетін зат, айтып кететін зат, бұл жерде ең маңызды осындай екі видеокарта орнатылған кезде сіз бірінші разъемға компьютерді, мониторды қосатын болсаңыз, сізде экран ешқашан қосылмайды, шықпайды. Неге? Өйткені сізде дополнительный видеокарта бар, қосымша. Сол қосымша видеокартаға қоссаңыз, сіздің мониторыңызда жазулар, бейне пайда болады. Егер сізде екінші видеокарта қосымша болмаса, онда әрине бірінші слотқа сіздер қосасыздар. Осы маңызды мәселе. Ең алғашқы компьютер құрастырып үйреніп жүрген мамандар болатын болса, немесе бір жерге барып біреудің компьютерін қосып беретін болсаңыздар, осындай қателіктерге біздің жас мамандар кездесіп қателік жіберіп жатады. Әрине видеокарта, материнский платаның өзінің видеокартасына VGA кабельді қосып қойса, ол монитор ешқашан жанбайды ары жақтан. Сондықтан причинасы, өйткені сіз дополнительный видеокартасызды қосылып тұр, міндетті түрде соған қою керек. Ол болмаған жағдайда ғана сіз бірінші слотқа қоса аласыз. Міне осыны айтып кетейін дегенмін. Ең маңызды. Екінші, осы жерден видеокартаны көре аласыздар, звук қандай орнатылып тұр ма, орнатылмай ма, динамика, соған байланысты қарай аласыздар. Ең маңызды көрсетейін деген нәрселерім осы болатын. Компьютер алған кезде осы нәрселерді білу керек. Енді сіздерге видеокарта, ең маңызды азу, процессор, осы нәрселерді көрсеттім. Ал енді жесткий диск дейді, қатқыл диск. Оны қалай көреміз? Оны мой компьютердің, міне пусктың ішінде мой компьютерға кірсеңіздер, осы жерде сіздер жесткий диск көрсетіп тұрады. Сізде C, D, E деп бөлінген болуы мүмкін. Соның барлығын қосымшасын қосып шығасыз. Мына жерде свойствосына кірсем, менде емкость көріп отырсыздар 500 гигабайт. Менің жесткий дискім дәл қазір 500 гигабайт жесткий орнатылып тұр. Сіздер егер 3-4 бөлімге бөлінген болса, соның барлығын свойствосына кіріп
мынау локальный дисктің, соның барлығын емкостьтерін қосып шығасыз. Сонда сіздің қанша жесткий диск по факту сатып алған кезде, бір жерден алған кезде сізге айту мүмкін, 1 терабайт, 2 терабайт немесе 300 гигабайттық жесткий деп. Сол рас па? Факт бойынша соны тексеру үшін осылай мой компьютердің свойствосына кіріп тексеріп алсаңыздар болады. Осы ең маңызды, ең қызықты сіздерге болады деген оймен осы нені түсіріп отырмын. Егер сұрақтарыңыз болса, алдыда қандай видеолар ұнайды сіздерге, сол туралы комментке жазып кетіңіздер. Егер комментте бір нақты тақырыптарға сұраныстар көп болатын болса, қолымнан келгенше, шамам шарқым келгенше түсіруге тырысамын. Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Жаңадан көріп отырсаңыздар, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Ал ағайын, осындай қызықты тақырыптарда кездескенше күн жарық болсын. Сау болыңыздар.